Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ, өте дәмді, керемет итальяндық сметаниктің құрамымен бөлісемін. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқаның сарысын саламыз. Оның үстіне қант және де ванильный сахарды салып, біркелкі консистенция болғанша миксерлейміз. Міне біздің консистенциямыз дайын. Осылай әппақ көпіршігенше миксерлейміз. Енді консистенцияның үстіне ерітілген сары майды құйып, тағы да миксерлейміз. Келесі құрғақ ұнымызға бір шай қасық қопсытқышты салып, ұнымызбен қопсытқышты жақсылап араластырып аламыз. Ұн мен қопсытқыш жақсылап араласса, біздің қамырымызда біркелкі болып, үлпілдеп піседі. Ұнды жаңағы консистенцияға салып, песочный қамыр илейміз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын. Енді 1-2 секунд қамырды илеп жібереміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз үгітіліп тұр. Енді қамырдың кішкентай бөлігін үзіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай формада болу керек. Және де оны біз салафанға салып, морозильникқа қоямыз. Енді пирогтың салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ақуызды бір таза ыдысқа құямыз. Достар, ақуызбен жұмыс жасамас бұрын біздің миксерімізді таза болу керек. Ыдысымызда тап-таза, бірде-бір тамшы суда болмау керек. Өйткені біздің ақуызымыз көтерілмей қалады. Енді осылай ақуызды біраз миксерлеген соң, аз-аздан қантты сала отырып, жақсылап әппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Міне достар, біздің ақуызымыз осылай көтеріліп жатыр. Міне біздің ақуызымыз дайын. Ақуыздың дайын болғанын қайдан білеміз? Ыдысымыздан ақуыз ағып кетпеу керек. Келесі ақуызға кукурузный крахмалды сито арқылы саламыз. Және де оны кондитерлік лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай араластырамыз. Ақуыз бен крахмалды араластырып алдық. Біркелкі консистенция шықты. Енді оның үстіне 400 грамм кәдімгі магазиннің қаймағын құйып, тағы да төменнен жоғары қарай араластырамыз. Пирогтың салмасы дайын. Осылай біркелкі консистенция болу керек. Келесі пирогтың қамырын біркелкі болғанға дейін оқтаумен жаямыз. Енді осындай формамызға пергамент қағазын төсейміз, немесе май жағуға да болады. Менде бұл форманың диаметрі 26 см, 24 см-ге пісірсеңіз де болады. Жаңағы жайып алған қамырды ішіне осы форманың орналастырамыз. Достар, біздің қамырымыз песочный болғандықтан салынуы кішкене
ыңғайсыздау болады. Бірақ та мен осылай жақсылап салып алдым. Бөлінген жерлерін біріктіріп жіберсеңіздер болады. Енді пирогтың дайындап қойған салмасын видеодағыдай саламыз. Кондитерлік лопатканың көмегімен салмасын жан-жағына бос орындарға орналастырамыз. Пирогтың салмасы біркелкі болып пісу үшін видеодағыдай жасаймыз. Енді қамырдың жарты бөлігін морозильниктен алып шығамыз, оны видеодағыдай тверкадан өткіземіз. Дайын болған қамырды пирогтың үстіне осылай сеуіп шығамыз. Пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, пирогымыз пісті, енді суығанын күтеміз. Пирог толығымен суыды, қазір дәмін көреміз. Ең бірінші біз ішін көрейік, қалай болып пісті. Достар, бұл итальянский сметаник өте жұмсақ болған, керемет. Қараңыздар, видеода көріп тұрғандарыңыздай үлпілдеп тұр. Ішіндегі начинкасы да керемет болып піскен. Қараңыздар, үлпілдеп әппақ болып, құламай, езілмей піскен. Дәмі өте керемет. Достар, осы мен жасаған рецептпен жасап көріңіздер. Тез, оңай жасалады.